Интернеттегі алаяқтық күн сайын күрделеніп келеді. Бүгінде алаяқтар банк қызметкерлері болып та, дүкен болып та, таныс адам болып та көріне алады. Сондықтан ең маңызды дағдының бірі қауіпті ерте тану. Бірінші белгі асықтыру. Егер сізге дәл қазір төлеу керек, осы сәтте сілтемеге өт. Картаң бұғатталады. Ұтып алдың, бірақ тез раста деген хабарлама келсе, бұл күмәнді жағдай. Алаяқтар адамға ойлануға мүмкіндік бермей тез әрекет еткісі келеді. Екінші белгі күмәнді сілтеме. Кейде сілтеме танымал сайтқа ұқсап тұрады, бірақ ішінде артық әріп, қате жазу немесе бөтен домен болады. Мұндай сілтемеге өтпеу керек, өйткені ол жеке мәліметтерді ұрлауға арналған болуы мүмкін. Үшінші белгі жеке ақпарат сұрау. Ешкімге SMS кодты, банк картасының толық нөмірін, CVV кодын, құпия сөзді немесе жеке кабинеттің деректерін жіберуге болмайды. Интернетте қауіпсіз болу үшін қарапайым ереже жеткілікті. Күмәнді хабарламаға сенбе, жеке мәліметті берме, әр ақпаратты тексер.